Қайырлы күн достар, сіздермен Аяжан, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен дымляма жасайтын боламыз. Рецепті соңына дейін қарап, маңызды жерлерін жіберіп алмаңыздар. Рецепт ұнаған жағдайда каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Алдымен керекті заттарымызды әзірлеп аламыз. Құйрық майды осылайша майда етіп турайтын боламыз, жіңішке етіп. Бұл тағамда сұйық майдың еш қажеті жоқ. Барлық заттарды қуырмай салып пісіретін боламыз. Осылайша етті де орташа көлемде турап аламыз. Етімізді турап болған соң көкөністерімізді тураймыз, пиязымызды турап аламыз. Бірінші осылай турап барлығын дайындап аламыз, өзімізге оңай болу үшін. Және сәбізімізді, егерде сәбізді жақсы көретін болсаңыздар, бұдан да көбірек қоссаңыздар болады. Болгар бұрышын жіңішке домалақ етіп тураймыз. Қызанағымызды турап аламыз. Және де дымлямаға капуста қосатын боламыз. Капустамызды да осылайша төрт бұрышты етіп, үлкен етіп турап алатын боламыз. Енді қазанымызға ең астына құйрық майымызды жақсылап орналастырып шығамыз. Кейіннен қара кесек етімізді каждый слойға аз-аздан тұз салып отырамыз. Пияз, қызанағымызды, сәбізімізді, болгар бұрышын барлығын салып, аз ғана тұз саламыз. Кейіннен картоплымызды саламыз. Үлкендерін осылайша турап алып тастаймыз. Тұз, қара бұрышымызды саламыз. Дәмдеуіштер қоссаңыздар болады. Мен бірақ қоспадым. Осында чесночныйдың приправасынан аз ғана қостым. Кейіннен лавр жапырағын 1-2 штук. Және де капустамызды осылай бөліп үлкендерін орналастыратын боламыз. Және де кішкене 100 мл суға 1 қасық томат салып, аз ғана құйып жіберсек болады. Сонда тағамымыз қызыл әдемі шығады. Баяу отта 1,5-2 сағатта пісіретін боламыз. Ешқандай мінекей 2 сағаттан кейін осылайша тағамымыз дайын болды.
бетіндегі капусталарын алып, үлкен жапырақтарын кейіннен тағамызды жақсылап араластырып, ұсына беруімізге болады. Ең оңай тағамның түрі деп айтсам да болады. Барлығын салып қазанымызды жауып дайындаймыз. Өте дәмді шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Егер де рецепт ұнаған жағдайда каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Көкөністердің өздерінің суы бөлініп, сулы тағам болып шықты. Ас болсын баршаңызға. Сәндік үшін пияз, укроп турап қойсаңыздар болады.